Бір қатар бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері Қазақстан журналистері одағына мүшелікке қабылданды. Оларға куәлікті ардагер журналистер салтанатты түрде табыстап, ізгі тілектерін білдірді. Қазақстан журналистер одағының облыстық филиалы соңғы 3 жылдың бедерінде әріптестеріміздің осы одаққа мүшелікке қабылдануына, бір қатарының Қазақстанның құрметті журналисті атағына алуына, өмірден озған аға буын шығармашылық өкілдерінің есіміне көше берілуіне өзіндік ықпал жасап келеді. Мәселен, соңғы 3 жылда алқа құрамының шешімімен жазушы журналист Несібелі Рахмет, ақын Махмудбай Амириев Қазақстанның құрметті журналисті төсбелгісіне ие болды. Ал биыл бұл атаққа денсаулық сақтау ісінің үздігі, осы сала бойынша терең қалам тербеп жүрген Амангелді Сухан Берлиев лайық деп танылды. Сондай-ақ жиын барысында бір топ қаламгер журналистер одағының құрмет грамотасымен марапатталды. Еңбегімді бағалап, басқа мамандық егесі болсам да, дәрігер, хирург, мені бағалап еңбегімді сөйтіп жатқанды мыңға бір рахмет айтамын. Менің енді жалпы 2-3 кітабым шыққан, туған жер туралы, өзімнің дәрігерлік өмір жолым туралы кітаптарым әлі де жазылып жатыр. Бүгінгі таңда қазір 4 жыл болды. Біз республикалық ғылыми көпшілік Нұржан журналын шығарып жатырмыз. Журналистер одағына мүшелікке қабылданып жатқаныма қуаныштымын. Бұл біріншіден жағымды жаңалық болатын болса, екіншіден журналистерге үлкен жауапкершілік жүктейді. Журналистер күні мерекесімен барлық әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Қызметте тек қана жетістіктерге қол жеткізе берсін деген игі тілек айтқым келеді.